Астанада балаларын бірінші сыныпқа орналастыра алмаған ата-аналар өзара жанжалдасуда. Бірі дарында тек кіл мықтылар оқуы тиіс дейді. Ал ұл қыздарын бас қаладағы мектеп тапшылығынан қайда оқытарын білмей жүрген тұрғындар қайтпек. Бастауыш пен жоғарғы сынып ата-аналар мектепті бөлісе алмай әлек. Бірі мұнда тек дарындылар оқысын десе, екінші тарап баланы алаламай қабылдасын деген талап қоюда. Бірінші сыныпқа биыл баламды қабылдаған жоқ. Мамандандырылған балаларға кедергі болады деп, қарапайым бірінші және төртінші сыныптың оқушыларын және бірінші сыныпты қабылдамай басқа мектепке ауыстырамыз деп отыр. Мен баламды 6 жасқа дейін бәленбай ақша төлеп подготовительныйларға апарып дайындадым. Сөйтіп менің балам аман-есен тесттен өтіп бірінші класстан өшеде оқыды. Дарын специализированный қалу керек. Бұның дәрежесін біз қалдыру. Бұл қазір Назарбаев школасымен бірдей болып тұр бұлардың контингенті. Сондықтан мен мына кісілер қазір ата-аналар бұл жерде көрші болып тұрады. Бұларға есіктің алдынан балаларын әкеліп тастаса, и все, проблемы свои решить. Бұрын арнайы тест тапсырып түсетін мектеп соңғы жылдары бастауыш сыныптарды жалпы білім беру стандартымен қабылдаған. Ата-аналар арасындағы дауды тыңдаған білім басқармасы өгізді де өлтірмейтін, арбаны да сындырмайтын амалын табамыз дейді. 1 мен 4 бұл енді жалпы білім беретін мектеп болсын деп жатыр. Енді мамандандырылған бізде дарын мектеп, оның өзінің арнайы статусы бар. Енді оны біз жалпы білім беретін қылдыра алмаймыз мысалы. Сондықтан барлық шешімді білім басқармасы қабылдап, шешімін осы мектептерге айтатын боламыз. Жаңа оқу жылына 5 ай уақыт қалды. Десе де аудан тұрғындары балаларының бірінші сыныпқа қай мектепке баратындарын білмей алаңдауда. Бұл мәселені білім басқармасы 2 апта ішінде шешіп береміз деп уәде етіп отыр. Дастан Қуандық, Темірлан Нұртаза, КТК, Астанадан.